Игілік әймен, мәңгілік менің махаббатым. Аятул Күрсінің анығы. Құрандағы Аятул Күрсі сүресі әдепкідей пайғамбарымыз Тәурат Мұсаға түскен екен. Бұл аяттың ішінде Алланың барлығы ештеңеге мұқтаж еместігі және мәңгі ұйықтамайтындығы туралы айтылған еді. Осы хабарды әкелген Жәбірейіл періштеден Тәурат Мұса түсінік сұрайды. Ұйқы деген ләззәтті нәрсе ғой. Алла тағала неліктен сол ләззаттан бір мезет пайдаланбасқа деп. Бұл сұраққа тікелей жауап бере алмайтын періште Алла тағаладан анығын біліп берейін дейді де ұшып кетеді. Көп ұзамай қолында бір кесе суы бар Жәбірейіл қайта келеді де: «Уа, пендем, мына бір кесе суды өз қолыңмен қабыл ал және де таңертеңгі намазға дейін қолыңда ұстайтын бол. Алла қаласа мен сенің өз қолыңнан алатын болайын. Сұрағыңның да жауабы сол мезгілдерде дайын болып қалар» деп көзден ғайып болады. Бұл намаздыгерден ауыңқыраған уақыт екен. Әне-міне дегенше қараңғылық түсіп түнде болады. Жанындағылардың көбісі ұйқыға кетеді. Ол заманның үрдісі бойынша бұлар тас үңгірлерде өмір сүреді екен. Түннің жарымы ауғанда қасында серік боп отырғандардың соңғылары да ұйқыға беріледі. Өзі де маужырай бастайды. Қой, менің көзім ілініп кетер болса қолымдағы кеседен айырылып қалармын деген қауіпті оймен үңгірдің алдындағы үлкен тастың үстіне шығып тұрады. Содан таңғы ұйқының тәттілігі қысқанда көзі ілініп кеткен Мұсаның қолындағы кесесі тасқа түсіп быт-шыты шығады. Үңгірдегілер тегіс оянып, уласып, шуласып, кесенің сынғандығын хабардар болады. Таңғы намаздың алдында үңгірге Жәбірейіл періште қайта келіп: «Уа, пәндем, кесеңді сумен бере ғой, Алла тағала жауабын бермекші» дейді. «Ау, кесе түнгі ұйқы қысқанда тасқа түсіп сынбады ма? Суы да ағып кеткен жоқ па?» дейді Тәурат Мұса ыңғайсызданып қалып. Сонда Жәбірейіл: «Әнекей, көрдіңіз бе? Қолыңыздағы бір кесе суға бір түнде еге бола алмай қалғып кеткендегі жағдайы. Ал Алла тағала жаратқан бүткіл дүниесі қолына ұстап тұрып қалғып кетер болса, онда бүткіл дүние сол кесе сияқты түгел шашырап кетпес пе екен» деген екен.